Сәлем достар, видео басталмас алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгінгі видеода бұрын-соңды көрмеген крокодилдер, яғни қолтырауындар туралы айтатын боламыз. Жер жүзінде қолтырауындардың жүздеген түрлері бар. Олардың көбісі әлі зерттеліп үлгермеген. Бұл қолтырауынның аты ақ кайами. Бұлар көбінесе Африканың оңтүстік аймақтарында кездеседі. Бұлардың терісінің түсі ақ немесе ала сұр болып келеді. Көздері көк. Ақ кайамидің бойы 2 метрге дейін жетуі мүмкін. Дегенмен басқа қолтырауындармен салыстырғанда бұлар өте әлсіз болып келеді. Олардың тырнақтары және тістері басқа крокодилдерге қарағанда әлсіз. Бұл қолтырауын басқаларға қарағанда адамдарға көп шабуыл жасай бермейді. Көбінесе балықтарды азық етеді. Бұл қолтырауындар бірі ұнамай қалса, екіншісі оны жеп қою мүмкін. Ғалымдардың айтуы бойынша, бұндай қолтырауындардың саны жер бетінде өте аз. Ғалымдардың зерттеуіне жүгінсек, бұл қолтырауындар түсті ажырата алмайды. Яғни, әлемде олар тек ақ қара түсті ғана көре алады. Қара каймандар. Олар Африканың оңтүстігінде және Австралияда кеңінен таралған. Олардың бойлары 1,5-2 метрге дейін жетеді. Бұл қолтырауының түсі қара, тісі, тырнақтары өте өткір. Адамдарға шабуыл жасауы жиі кездеседі. Соған қарамастан, бұларды үй жағдайында асырайтын адамдарда кездеседі екен. Бұл қолтырауындардың бағалары өте қымбат. Соған қарамастан адамдар оларды жиі сатып алып жатады. Гавиал қолтырауындары басқа қолтырауындарға қарағанда ерекшелігі тұмсығында. Тұмсықтары тырнаның тұмсығындай өте жеп-жеңішке. Адамдарға мүлдем шабуыл жасамайды, тек кіші балықтармен азықтанады. Бойлары 1 метрден аспайды. Ең үлкендері 1,5 метрге дейін ғана жетеді. Мекендейтін аймағы оңтүстік Америка және Австралия аймақтары. Жақ сүйегінің қысым күші жіңішке болғандықтан өте аз. Көбінесе суда тіршілік еткенді жақсы көреді. Құрғақшылыққа кемде-кем шығып жатады. Бұл қолтырауындар 1890 жылы америкалық Брайан Калс атты азаматтың зерттеуімен бүкіл әлемге танымал болды. Оған дейін бұл қолтырауындар туралы ешкім білмеген, ешкім естімеген еді. Америка аймағында бұл қолтырауындарды тырна тұмсықты қолтырауын деп те атап жатады. Видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.